Акшамлар хайыр ноябрьнын 17 эфирде заман Кырым ве дуньяда олған хаберлерінен таныш етмеге азырмы студияда сілеріні мен Шевкет Аматулаев селямлайым. Херсон махкемесі ишғал етілген Қырымға қанунсыз учып инсанларына ташыған да 44 Русия учағыны апс етмек қарарыны чықарды. Украина қанун бозыжыларына Қырым прокуратурасы телекеслік қызметінен бері-берлікте белгілеген. Бұндан evvel Херсон махкемесі 65 Русия учағыны апс етмек қарарыны чықарған еді. Қырым прокуратурасында хабер еткенлеріне көре bu uçaklar Rusiya tışına çıksa ularını çetel memlekette bile Ukrayna mahkemesinden kararı esasında apsete bileler. Ukrayna 2014 senesi işgal etilgen Kırım semasını uçuşlar için kapatkan edi. Rusiya ise bu kararını bozugune almadı. З березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над окупованим півостровом Крим у зв'язку з неможливістю здійснювати нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху, а також гарантування безпеки польотів. Офіційно припинено функціонування всіх аеропортів окупованої території півострова. Незважаючи на це, наразі встановлено та накладено арешти загалом на 109 літаків російських авіакомпаній, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів та законодавство України. Кырым-татар жемаат журналистлері азат етілмесі үшін дүния Русияге басқа етмек керек. Бөле биянатнен Бүйік Британия ве Канадаға Украинанын тышышлері Назирынан бірінші муавина менеджеп бар мұражат етті. Оның сөздеріне көре ешғал етілген Қырым ве Донбасста сөз сербестлігінен вазиет критик алды. Ешғалжелер акимиеті мұстақыл журналистлеріні тақып ете ве атты өлдіровнен қорқыза. Бұндан себеп мұстақыл матбуат васталары ешғал етілген Қырымны терк етмеге мечбурулы. Қырымда олған вақияларыны мұстақыл журналистер айдылатмаға девам етмекте. Оларда тақыпке оғратыла жемаат журналистері олған 9 Қырым татары шымдылек уйдырылған қабатлаулар бойынша апсханеде тұтылмақты. Щоб заповнити вакуум висвітлення реальної ситуації на Кримському півострові, функції незалежних медіа почали виконувати звичайні громадяни, проти яких також розпочалися репресії. 9 громадянських журналістів кримських татар нині знаходяться за ґратами. Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалієв та Амет Сулейманов. Закликаю міжнародну спільноту посилити тиск на Росію задля забезпечення їхнього звільнення. Күз яғмырлары ве Кремль кураторының насихатлары да ярдым етмеді. Ишғал етілген Қырымның су анбарлары сайлашмаға девам ете. Акмеджетте есе яңы сыңырланулар көрсетелер. Евел саба ве ақшам суыны 3 саат құллансылар, шымды саба ве ақшам 2 саатқа су берілежектір. Акмеджетте ерлештірілген көк мавы су сауытларыны башқа толдырмай жақлар олар бұзлап, патлар деп қорқақ елінер. Ақярда есе су қырсызлаған инсанларына қыдыр башладылар. Тәфсілатлы жа левқамызда сейретіңіз. Битмеген Қырым құрғағы. Ишғалжелер ұмыт беслеген күз яғмырлары яғып су анбарларыны толдырмады. Ахмеджетні суынен темен еткен Аянская су анбарының корынышы сентябрьде бойлейді. Евел мында 4 миллион кубометр су топланайды. Шымды есе су анбарының корынышы бойледір. Высохло даже за эти последние 2 месяца, когда мы последний раз здесь были. Мы снимали где-то вот с этой точки где-то. И, соответственно, тут еще везде была вода. Сейчас воды нет. Бойсе керичтеки су анбары. Оярамаданын ең бұйық су анбарларындан бұрыдыр. Ишғалден евел анбарны Днепрден келген су толдырайды. Шымали Қырым каналы қапатылған сон мында Тайганская су анбарындан суыны помпалап башладылар. Действительно, крымские дожди его не пополнили. Оно не пополнилось вообще ни на метр, ни на сантиметр, ни на полметра. Оно только вода еще больше убавилась и стало еще хуже. Воды стало еще меньше.
Ярмаданын эпосы 28 су анбарында вазиет бойледір. Ишгалден сон блок етілген Шимали Қырым каналына құрғақлықта қошылды. Сусыз қалған ярмада құртарылмасы үшін Москва 50 миллиард рубле айырды. Днепрден келген су еріне ер асты суларны қолланмаға істейлер. Ишгалчылер советлер заманындан қалған планларны тапқанлар. Ахмеджет ве Қарасубаза районлары арасында олған Бештерек зуя чоқырағына башлағанлар. Анда 5 скважина қазып, апрель айына қадар Ахмеджетке су бермеге планлаштыралар. Шымды су боруларына кечірмек үшін ишлер алып барыла. Құружылықна ве Москва ерған пара масраф етілуіна незарет етмек үшін ишғал етілген Қырымнан кураторы Марат Хуснулин келді. Украина су бермей жегіні аңлаған сон о су етішмемезлігінде қабатларыны белгіледі. Қырым сакинлеріні суыны қырсызлағанында қабатлады. Санкедерсін инсанлар су боруларына қанунсыз қошылып, сайғачсыз бостанларына суаре екен. Ақерда бірден қабатлы инсанларына қыдыры башладылар. Мы делаем соответствующий анализ, то есть по данным архитектуры Севреестра и техническим условиям водоканала. То есть будет определена зона, где есть домовладение, а нет, допустим, технических условий. То есть уже у нас сформирована рабочая группа, которая уже будет точечно выезжать на данные сектора и будет определять, откуда производится потребление водоснабжения. Ахмеджетте есе су сыңырлануынан учинжі басамағына кірсеттілер. Шер сакинлері иш күнлері саба ве ақшам 2 саат ратлық күнлері есе 4 саат суына құлланып олажақ. Суықлар келгенінен Ахмеджет соқақларында олған көк түсте су сауытларына толдырмайжақ екенлер. Олар бузлап патлар деп қорқалар. Ожидаем в данном случае, как только температура опустится ниже нуля, значит, у нас вопросы, связанные с подвозом воды, емкости, соответственно, то есть в большинстве своем использоваться не будут там, так или иначе, будет идти подвоз воды с машин, но мы договорились. График такой есть, это в случае отрицательных температур, соответственно, чтобы эти емкости у нас то есть не порвало. Но, тем не менее, вы знаете, в какие вы подвозите регулярно. У нас было около 10 емкостей, в которые вода подается регулярно, остальные по звонкам непосредственно председателя МКД. Учайдан берілі Ахмеджет шерінен, Ахмеджет ве Бақшсарай районларынан сакинлері суына жедвел бойынша құлланмақта. Сув қытлығына Қырымнан шималінде де дуйдылар. Сентябрынан сонында есе Алушта, Партенет ве Буюк Ламбат сакинлеріне сув берілуіна сыңырладылар. Қырымнан ишгалчылер елбашысы қайдеткенне көре, боле сыңырланулар кележек сененің сонына қадар девам еттіріле біле. Владислав Стужук, Заман, АТР. Украинада кечкен күн деваманда 11.968 COVID-19 хастасы белгіленді. 159 кіші хасталық ағырылашмасы нәтижесінде вефат еткен. 6786 кіші түзелген. Хасталанғанларының ең чоқ сайысы Кенеде, Киевде 1143 кіші белгіленген. Сақлық назерлігінде қайдеткенлеріне көре, Украина бойынша COVID-19 хасталары үшін айырылған ерлер ярыға толы. Назерлікте не үшін хасталарына яшаған еріне яқын олған хастаханеге елде ұзаққа алып кеткенлерін аңлаттылар. Лікарня законтрактована з Національною службою здоров'я, і яка надає допомогу при ковіді, то в тій лікарні 100% є персонал. Так, його недостатньо, але він є. Там створені бригади і є все необхідне для забезпечення ліками і діагностикою. Тому довіртесь тим, хто вас направляє в ті чи інші лікарні. Звичайно, це, можливо, не зовсім зручно вас, але це дуже важливо для нашої системи дотримання цих маршрутів пацієнта і вчасне реагування. Ратлық күні карантина. Хасталық тест тарқалмасына тоқтатмаса умми карантин көрсетілежектір. Баш назир Денис Шмыгаль иш адамлары кечірген наразылықлардан сон юқары шырауғынды есабат берді. Иш адамлары ратлық күні карантинні кішік бизнеске менфит есір еткеніне шекайет етті. Чүнкі олар ең чоқ ратлық күнлері қазанып ола екенлер. Үкімет юлбашысы Денис Шмыгаль айтқанына көре карантин бұтынлей ләғу етілсе, бір айдан хастаханелер рық-марық толы олажақтыр. Сағлық Назирове баш санитарий кімге яңы сыңырланулар көрсетместен евел парламент ве иш адамларынен меслият кечірмеге чағырды. В третьому кварталі порівняно з другим кварталом економіка зросла на 8,5%. Це позитивний сигнал і сценарій відновлення. Тому ми говоримо, що рішення про повний локдаун
не буде запроваджено до тих пір, поки в нас є альтернатива. Але над цією альтернативою необхідно працювати всім разом і досягти хоча б плато і зупинки зростання епідемії. Ишгал етілген Қырымда 209 яңа COVID-19 хастасы белгіленді. 7 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Ишгал желер акимиеті базы бір карантин сыңырлануларыны девам еттірді. Олар балалар, евлері, интернат ве инсанлар геже күндіз болынған мойселеріні зиярет етмеге ясақ бетті. Мойсе хадемлері есе невбетінен 2 авто чалышып, 2 авто ратланажақ кен. Ишгалжелерінен ишбірлікчі Қырамнан сөзде Жемат палатасынан елбашысы Руздуниясынан таравдары Григорий Иов кечкен геже Ахмеджетте ковид госпиталінде вефат еткен. Бұндан евел оңа желе шекілде амелият кечіргенлер соныра Иофеде пневмония башланған. О 67 яшында еді. Ишгалден евел ве Ишгалнын бірінші айлары оқырым парламентнан рейс муавины вазифесінде болунайды. Соныра есе оны сөзде Жемат палатасынан елбашысы оларақ тайынледілер. 2018 сенесі Иоф Қырым татарларға низбетен сұрғын олынған халық ибаресі қоланылмасына қаршы чықты. Біраздан Ишгалжелер парламенті сұрғын олынған халықларының ішлерінен ұғырашқан комитетінің адыны Миллетлер ара комитетіне деңіштірген еді. Иофны яқшы білгенлер қайдеткеніне көре о Қырым татар тілі мектеплерде мечбури фенлер сырасына кірсетілмесіне ве милли топонимика қайтарылмасына кесен-кес қаршы олған ве аяқ чалған инсанлардандыр. Бұне берабер о Қырымнан рус анаясасының мойлефлерінден бұрыдыр. Қырым татарларының ақлары қоршаланмасы үшін айры бір қанун олажақ деп ишандырған еді. Ама 7 ел кечті, амелге бір шей кечірілмеді. Украинада оны девлет қайынлігінде қабатлап, даваны махкемеге йоллаған еділер. Тот же, кто думал, что мы в Конституции распишем досконально все, что касается реабилитации этих народов, он опять же подвергается тому же стереотипу, о котором я говорил. У нас, очевидно, будет создан специальный закон, который будет говорить о межнациональных отношениях в Крыму, где уже будет расписано более подробно, как будут действовать крымские власти для того, чтобы поддерживать межнациональную стабильность в нашем регионе. Русия незаретінде олған женкеверлер Донец жеварында тұрған Украина арбелері позицияларыны граната аты женен ұжыметті. Украина арбелері арасында ғайыплар йоқ. Украина истихбарат қызметі тарқатқан мәліметқа көре Ишгалжелер Донбаста арбит әлімлер кечерген. Бұны есе Русияның баш штабы ве Женеби округынан арбелері келіп незарет еткен. Особлива увага приділялася відпрацюванню питань забезпечення стійкості системи управління та зв'язку за рахунок розгортання нових запасних командних пунктів. Водночас, в ході навчання комісіями Генерального штабу та Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації були уточнені оперативні плани застосування з'єднань та частин 1-го та 2-го армійських корпусів проти об'єднаних сил. Бұл саат қазір олған соңки хаберімізді депіңізге. Қайырлы ақшанлар тілейім, аты ерденесі айрылманы скорышкенже.